Қазақстан аумағында тұратын әрбір зейнеткер мемлекет белгілеген зейнетақыдан басқа қосымша ақшалай қаражатқа құқылы. Оның ішінде қарттар күніне орай 10 мың теңге, спа емдеу, тіс протездеу, тегін көмір, газ қондырғысын тегін орнату, санаторийге тегін жолдама да бар. Бұдан бөлек Қазақстанда зейнеткерлерге тағы қандай жеңілдіктер қарастырылған. Тақырып қызықтырса, видеоны қарап шығыңыз. Достар, арнамызға қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Қазақстанның астанасында 127 мыңға жуық қарт адам тұрады. Астана мәслихаты бекіткен әлеуметтік көмек көрсету ережесіне сәйкес, қарт адамдарға әлеуметтік көмек пен қызметтің бірқатар түрлері көрсетіледі. Қарттар күніне арналған бір жолға ақшалай төлемдер. Төлем 2,5 айлық есептік көрсеткіш болса, биыл 9230 теңгені құрап отыр. Бұл төлемдер 107 мыңнан астам қарт азаматтарды қамтиды. Спа емдеу. Емдеу Қатаркөл көлінің жағасында Бурабай курорттық аймағында қарттар, мүгедектер және мүгедек балаларға арналған оңалту орталығында, сондай-ақ Ақсу демі және Сапа шипажайларында жүргізіледі. Қазірдің өзінде 3878 адам қамтылды. Оның ішінде Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен жәрдемақы бойынша теңестірілгендер, сондай-ақ ақталған адамдар, желтоқсаншылар бар. Биыл Ақсу деміге 350 адамды жіберу жоспарланса, қазірдің өзінде 233 жолдама берілді. Ал Сапа соғыс ардагерлері мен желтоқсаншыларды қарсы алады. Жоспарланған 70 жолдаманың 41-і берілгені атап өтілді. Тіс протездеу қызметтері 2 жылда 1 рет беріледі. Оған 2026 қарт адам қамтылған. Қатты отынды сатып алуға кеткен шығындарды өтеу, яғни көмір тегін беріледі. Жеке үйлерде тұратын зейнеткерлер үшін жылыту маусымына өтемақы мөлшері 16 айлық есептік көрсеткіш, яғни 59 мың теңгені құрайды. Бұл бағдарлама қазірдің өзінде 104 отбасын қамтыса, оның 82-сі зейнеткерлер. Газ қазандығын орнату шығындарын өтеу. 130 айлық есептік көрсеткішке дейін өтемақы. 2024 жылы ол 479 960 теңгені құрады. Мұндай көмек түрін астаналық 71 зейнеткер алды. Тұрғын үй көмегі. Коммуналдық төлемдер отбасы табысының 5%-нан асатын болса беріледі. Орташа төлем айына 7 және 40 мың теңгені құрайтыны айтылады. Қоғамдық көлікте тегін жүру қала ішіндегі барлық зейнеткерлерге қол жетімді. Белсенді ұзақ өмір сүру орталықтары және Шарапат әлеуметтік қызмет көрсету орталығы. Орталықтар қарт адамдар мен денсаулығына ерекше мұқтаж адамдарға мәдени демалыс және сапалы қызмет көрсетеді. Стационар мен үйде күтім жасау мекемелерінде жыл сайын 800-ден астам қарт адам арнаулы әлеуметтік қызметтермен қамтылатыны атап өтілді. Жоғарыда көрсетілген барлық жәрдемақыларды, соның ішінде стоматологиялық қызмет пен санаториялық демалыстарды алу үшін зейнеткерлер Астана қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасына хабарласа алады. Алматыда да аз қамтылған зейнеткерлерді әлеуметтік қорғау мақсатында да бірқатар шаралар қарастырылған. Әлеуметтік көмек жарты жылда 1 рет беріледі. Ол 3 күнкөріс деңгейінен төмен табысы бар зейнеткерлер үшін 7 айлық есептік көрсеткішті қамтиды, яғни 25.844 теңге. Қиын өмірлік жағдайда 1 реттік көмек. Табысы 2 күнкөріс деңгейінен төмен азаматтарға 73.840 теңге көлемінде көмек беріледі. Одан басқа көптеген көмектер де бар.